Нөлден Құранға 3-ші сабақ. Кешегі сабақта джим, ха, хо әрпін үйренген едім. Бүгінгі сабақ دال дәл, ذال зәл, را ра, зә. دال ذال را ذا. Қазір сұрақ қояды. Бұл дәл. Дұрыс. Ал бұл әріп зә. Нүктесі бар зә, ал нүктесі жоқ, бұл ро әрпі екен. Бұл әріп дәл. Зәл. Зәл нүктесі бар, дәл нүктесі жоқ. Бүгінге небәрі 4 әріп екен. Сіздерді достарыңызға жіберіп қойыңыздар, олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын.